Сондай адамдардың іштерінде бір адамдар бар. Олар сұраған кезде, Раббысынан дұға тілеген кезде, Раббымыз бізге осы дүниеде берші деп сұрайды дейді. Не берілу керек екендігі анықталмайды дұғада. Әйтеуір көңілге ұнайтын нәрсе. Оларға береміз дейді осы дүниеде сұрағандарын. Алайда ақыретте оларға ешқандай үлес, сауап, нәсіп болмайды дейді. Сондай-ақ ол адамдардың іштерінде былай тілейтіндері бар деп дұғаның жөнін көрсетеді. Роббана атина фид дуния хасана. Раббымыз бізге бұл дүниеде жақсылық берші. Яғни әрбір маған келген нәрсе істің соңында сенің разылығына бөлейтіндей болып келсінші бұл нәрсе. Сенен адастырып, сені ұмыттыратын нәрсе болып қалмасыншы бұл. Мысалы біздің біреуіміз бір жерден бір асхана ашсақ, сосын сол асхана Алла тағаланы еске алудан, Алла тағаланың алдындағы міндеттеріңізден, туысқандық байланыстарыңыздан, тағы да басқа көптеген Алла тағала бұйырған нәрселерден алаңдатып алып кетсе, онда ол асхана күллі сол беріп отқан табысы мен жақсылық емес. Көрдіңіз ғой. Сондықтан адам өзіне бір мансап ұсынып жатса да, ол сынақ келген. Адасып кетпей үшін бұны қалай игерем мен? Бұл мансап қашан адаспайсың? Қашан асханаң, мансабың, креслоң, алған білімің күллісі Аллаға жұмыс жасаса, адалдық принципіне жұмыс жасаса да, сол кезде ол хасана болады. Яғни бізге дүниеде жақсылық берші. Өйткені сол дүниеде берілген жақсылық ақыретке сансыз жақсылық болып кетеді ол. Егер ол дүниеде жақсылық болмаса, онда ақыретте жоқ деген сөз жақсылық. Өйткені ақыреттің кез келген жақсылығы дүниедегі жақсылықтың сауабы. Сондықтан Роббана атина фид дуния хасана. Раббымыз бізге осы дүниеде де жақсылық берші. Ва фил ахирати хасана. Ақыретте де жақсылық берші. Яғни сенің разылығыңмен, жәннатыңмен аяқталатындай. Сосын мына нәрсені ұмытпайды дейді бұлар дұғаны сұрап отқан кезде. Яғни дүниедегі жақсылық бере көр, ақыретте жақсылық бере көр дейді. Ва қина азабан нар дейді. Сосын өздеріне еш ерекшелік, артықшылық берместіктен істеп жатқан күллі құлшылықтарын сол жерде ұмытып, Раббымыз бізді тозақ азабынан сақтай көрші деп аяқтайды дейді дұғаны. Тозақтан қорқады дейді бұлар. Өзінің салиқалы амалдарымен де алданамайды. Бізді тозақ азабынан сақташы деп аяқтайды дейді. Улаика лахум насибу мимма касабу. Міне бұларға ақыретте осындай кәсіптерінің сауаптары беріледі дейді.